Саламатсыздар ма оқырмандарым? Бүгін жылы су ішудің тыныс алу, қан айналым, жүйке жүйесіне пайдасы туралы айтамын. Видеоны толық көру үшін каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Осыған дейін сіз күніне жиі су ішіп тұру керек дегенді естіген боларсыз. Әрине, бұл сөзсіз пайдалы. Алайда, салқын суды жылы суға алмастыру өте маңызды. Осыдан бірнеше жыл бұрын мен таңертең бір стакан су ішемін, содан кешке дейін су ішпейтінмін. Сол кездерде мен шөлге шыдамдымын деп мақтанатынмын. Уақыт өте келе тез шаршап, ағзамда ауру белгілері көбейіп, терім құрғап, бетіме әжім түсе бастады. Қазір ұйқыдан тұрған соң бір стакан жылы су ішіп, 15 минут жаттығу жасап, содан кейін таңғы асты ішемін. Өзімді жеңіл сезінемін. Ауру белгілері жоғалды. Ал сіз жылы су ішесіз бе? Пікір бөліміне жаза кетіңіз. Сонымен, неге жылы су ішу керек? Себебі адам қимылдап қозғалыста болғанда асқазанның температурасы 37 градус. Мұздай су ішкенде ол жиырылып қалады. Ал бауыр мен өттің температурасы 38 градус. Мұздай су оған кері әсерін тигізеді. Сондықтан мүмкін болса жылы су ішу керек. Және суды тек отырып ішу керек. Салқын су тамақ құрамындағы майды қатайтып, ас қорыту процесін төмендетеді. Жылы су керісінше майдың жылдам таралып, организмнің тамақты тез сіңіріп, жайлылық орнатуына себепші болады. Сондай-ақ, тыныс алу жүйесіне де тигізер пайдасы орасан. Салқын су тыныс жүйесіндегі инфекцияларды тудырып, тамақтың ісуіне алып келеді. Жылы су кері эффект береді. Ол тамақты жұмсартып, ондағы жайсыздықты жояды. Жылы судың әсері қан айналымына да елеулі пайдалы тұрғыдан әсер етеді. Салқын су қан тамырларының тарылуына әкеліп соқса, ал жылы су ішу кезінде тамырлар кеңейіп, нәтижесінде қан айналымы белсенді жұмыс істей бастайды. Осының арқасында сіздің организм токсиндерден тез арылады. Жүйке жүйесіне әсері: төменгі температура көп жағдайда бас ауруының пайда болуына алып келеді. Зерттеуге сәйкес, салқын суды жиі тұтыну адамда мигрен туғызады екен, ал жылы су бас ауруын азайтады. Әсіресе ол бастың құрыс-тұрысын жазуға келгенде таптырмас сусын. Мінекей бүгінгі видеом осындай. Бүгінгі видео ұнаған болса, лайк басып пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.